Қорытынды жоба. Білім мен шығармашылықтың үйлесімі. Қорытынды жоба. Оқушының алған білімін практикада көрсетуге арналған шығармашылық немесе практикалық жұмыс. Ол ойлау қабілеті, шығармашылық ұйымдастырушылық және эстетикалық талғамды көрсетеді. Жобаны жасау барысында теория мен практика үйлесімі, жаңа идеяларды жүзеге асыру және нақты нәтиже алу маңызды. Мақсаты білімді көрсету, шығармашылық қабілетті дамыту, ұйымдастыру және дизайн ойлау дағдыларын жетілдіру. Мазмұны, тақырып, қысқаша сипаттама, жоспар және кезеңдер, нәтиже, қорытынды. Дайындау кезеңдері: тақырып таңдау, жоспарлау, іске асыру, материалдар, дизайн, монтаж, безендіру, қорытындылау және презентация. Безендіру, үйлесімділік, баланс, қарапайымдылық, ұқыптылық және тақырыпқа сәйкестік басты назарда болуы тиіс. Сәтті дайындалған жоба оқушының тәжірибесін арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады, эстетикалық талғамын қалыптастырады және болашақ кәсіби өмірге дайындық береді. Ескерту: әр жоба жеке қолтаңба. Оны шығармашылықпен және жауапкершілікпен жасаңыз.